Сәлем достар, қолтықтағы жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Әдетте көптеген адам артық қимылдаса болғаны қолтығы терлеп, одан жағымсыз иіс шығып, ыңғайсыз жағдайға қалып жатады. Келеңсіздіктің себептерін анықтап, одан арылудың жолдарын бірге зерттейік. Қолтық не себепті терлейді? Ағзадан тер шығу бойдағы термореттеуге қажет. Табиғи физиологиялық процесс. Тер бездері адамның бүкіл денесінде, соның ішінде қолтықта да орналасқан. Дене температурасы көтерілген сәтте тер бездері сұйықтық, яғни тер бөле бастайды. Осы процесс арқылы тер денені салқындатуға көмектеседі. Қолтық асты әсіресе жазда спортпен шұғылдану, физикалық белсенділік және стресс кезінде жиі терлейді. Егер денеден тер бөліну процесі нормаға сай болса, ол қалыпты жағдай. Ал егер шамадан тыс көп болса, онда ағзада ақаулар бар болуы мүмкін. Мұндай жағдай патологиялық болып саналады және гипергидроз деп аталады. Осындай патологиялық жағдайларда тер әсіресе қолтықта, алақанда немесе бүкіл денеде көптеп бөлінеді. Яғни адам белсенді жұмыс жасап, ештеңеге алаңдамаса да, ыстықтап, спортпен шұғылданбаса да, денеден тер көп бөлінеді. Жалпы адам без жұмысын саналы түрде басқара алмайтындықтан, ол денеден тердің бөлінуіне кедергі келтіре алмайды. Тершеңдіктің бірнеше себептері болуы мүмкін. Олар: тұқым қуалаушылық, вегетативті жүйке жүйесінің жоғары белсенділігі, эндокриндік патологиялар, жүрек ритмінің бұзылуы, артық салмақ, зат алмасу процесінің бұзылуы, көп мөлшерде дәрі ішіп, салдарынан ағзаны улау, яғни дәрілік заттардың жанама әсерлері. Гипергидроздың нақты себебін анықтау мүмкін емес. Көбінесе ол тұқым қуалайды және адамдарда 20-30 жаста пайда бола бастайды. Созылмалы стресс, дұрыс тамақтанбау, гиподинамия сынды ағзаға салмақ түсіру тершеңдіктің негізгі себебі болуы мүмкін. Медицина ғылымдарының докторы Дженнифер Робинсон америкалық шамамен 2-3% қолтықтың шамадан тыс терлеуінен немесе алақан мен табаннан зардап шегеді екен. Тершеңдік сонымен бірге бездердің қызметін реттейтін вегетативті жүйке жүйесіндегі ақаулардан да болуы мүмкін. Бұған эндокриндік патологиялар, атап айтқанда инсулинге төзімділік, гипертиреозда әсер етеді. Аритмия, тахикардия сынды кейбір жүрек қан тамырлары аурулары да гипергидрозға әкеп соқтырады. Шамадан тыс терлеудің себебі артық салмақ пен метаболизмнің бұзылуы, қатерлі және қатерлі емес ісіктердің де кейбір түрлерінің әсерінен болуы да мүмкін. Сонымен қатар гипергидроздың белгілері көбінесе жасөспірім кезінде гормоналды өзгерістер уақытында көрінеді. Қолтық терлеп, ондағы жағымсыз иістен арылу үшін не істеу керек? Егер қолтық жазда күйзеліс кезінде немесе физикалық белсенділік уақытында терлесе, онда арнайы шаралар қолданудың қажеті жоқ. Ал егер керісінше көп қимылдаған жағдайда тершеңдік белгілері болса, онда маман кеңесіне жүгінген жөн. Сол сияқты кешкі және түнгі уақытта көп терлесеңіз, дәрігерге қаралған жөн. Себебі ол иммундық жүйенің бұзылуы немесе ағзада инфекцияның болуы, сондай-ақ онкологиялық аурулардың белгісі болуы да мүмкін. Егер терлеген сәтте әлсіздік, бас айналу байқалса, онда бұл қандағы глюкозаның күрт төмендеуінің белгісі болуы мүмкін. Гипогликемия талып қалуға және диабеттік комаға әкелуі де мүмкін. Сол сияқты тиреокситоз кезінде қалқанша безінің гормондарының қанға жоғары дозада енуіне байланысты адамда тершеңдік пайда болады. Бұл симптом әйелдерде этекер циклінің бұзылуының және климакстың келуіне ықпал етеді. Медицина ғылымдарының докторы Брунилда Назарио негізгі ауруды анықтау және дұрыс емдеу гипергидроздағы терлеуді азайтуға көмектесетінін айтады. Мамандардың айтуынша, бұл қалыпты жағдай. Жастардың тершең болуы жүйке жүйесінің әлі толығымен жетілмегендігінің, жыныстық гормондарының бөлінуінің белгісі болып табылады. Сол себепті жасөспірім жеке бас гигиенасына көптеп көңіл бөлу керек. Үй жағдайында тершеңдіктен қалай арылуға болады? Жаман әдеттерден арылу: темекі шегу, ішімдік ішуді қою қажет. Қан айналымын тездетіп, дене температурасының жоғарылауына ықпал ететін ащы тағамдардан бас тарту қажет. Жүйке жүйесінің бұзылуы жол бермей өз эмоцияңызды басқарып үйреніңіз. Кей жағдайларда антидепрессанттардың қабылдау қажет, алайда оларды дәрігер тағайындаумен қабылдаңыз.
Халықтық емдеу әдістерін қолданыңыз. Түймедақ, жалбыз, емен қабығының қайнатпаларын ішіңіз. Бұл шөптер бактерияға қарсы қасиеттерге ие және қолтықта жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды жоюға көмектеседі. Дезодорант пен антиаспиранттардың көмегімен де аталған мәселені шешуге болады. Олар тер бездерінің жұмысын бұзу үшін қолданылатын қолтыққа енгізілген нейротоксиндер болып табылады. Бірақ бұл әдіс шамадан тыс терлеудің себебін табуға көмектеспейді. Сондықтан негізгі ауру мен оның белгілері бірнеше айдан кейін қайта біліне бастауы да мүмкін. Тершеңдіктен әрі қолтықтың жағымсыз иісінен арылу үшін дәрігерге барғаныңыз дұрыс. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.